Баршаңызға сәлем. Бүгін біз бір істегеннен-ақ осындай өте жұқа және өте дәмді болып шығатын құймақ жасайтын боламыз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Ал енді біз бисмилла деп құймағымызды бастайық. Ол үшін бізге ең алдымен 4 жұмыртқа керек. Сіздерге менің лайфхагым болсын, кез келген тортты, пирогты пісіретін кезде олардың техникаларын дұрыс пайдалансақ, біздің жасап жатқан пирогымыз өте сәтті шығады. Мысалы, жұмыртқаны біз барлық торттарда көпіртеміз. Сол сияқты бұл құймақтарда жұмыртқаны жақсылап көпіртіп алуымыз керек. Енді 1 чай қасық тұз қосамыз. Енді біз қантымызды қосып, жақсылап тағы да араластырамыз. Енді бізге бөлме температурасындағы 1 литр көлемінде сүт қажет болады. Бірақ біз 1 литр сүтті барлығын бірден құйып тастамаймыз. Оның екеуін кезекпен 2 немесе 3 бөлікке бөліп құямыз. Ұнымызды елегіштен өткізіп салған өте маңызды, себебі көпіріп тұрған қоспамызды бірден басылып қалуы мүмкін. Енді 1 чай қасық разрыхителімізді қалған ұнымызға араластырып, қоспамызға қосамыз. Төрт ас қасық сұйық май құямыз. Ең соңында 1 пиала қайнаған суды құйып араластырамыз. Енді отты орта дәрежеге қосып, табамызды бір-ақ рет майлап алып, құймағымызды құйып пісіріп ала береміз. Отты қатты қоюға болмайды, себебі құймағымыздың түсі бірден қоңыр болып күйіп кеткен сияқты болып қалуы мүмкін. Ал егер қатты баяу қоятын болса, құймағымыз қатты болып қалады. Сондықтан отты орта дәрежеге қойған дұрыс. Құймақты екінші бетіне аударар кезде осылай шеттерін аршып алған дұрыс.
Өздеріңіз көргендей түк те қиындығы жоқ және үйдегі бар заттармен ғана осындай дәмді құймақ жасауға болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.